Орал қаласындағы аналар үйі осыдан 10 жыл бұрын ашылған. Қазір орталықта бірнеше әйел адам балаларымен тұрып жатыр. Олар өздері тамақ пісіреді, балаларына қарайды. Сондықтан да біздерге мұнда қиын жағдайға түсіп қалған аналар, жалғыз басты аналар, баратын жерлері жоқ, айналасынан, тума-туыстарынан қолдау алмаған аналар кішкентай сәбилерімен бізге келіп тұра алады. Біз бүгінгі таңда ашылғанымызға біздің 10 жыл болды. 10 жылдың ішінде 300-ге жуық аналарға көмектескен екенбіз. Соның ішінде баласынан бас тартқысы келген 120-ға жуық аналар болған екен. Яғни біз осындай баланы балалар жетімдер үйіне жібермеген екенбіз деп ойлаймыз. Бүкіл жағдай жасалған, жаңағыдай бізге келген аналарды біз шамамыз келгенше балаларын балабақшаға орналастырып, өздерін жұмысқа орналастыруға көмектесеміз. Орталық жетекшісі Замзагүл Шүканова осындағы бар әйелдің анасындай, ал балалардың әжесіндей болып кеткен. Әр баланы мейірлене құшағына алады. Өмірдің қиын жағдайында қалып, қиындық көрген әйел адамға қол ұшын созады. Оларға психологиялық көмек көрсетіледі, жұмысқа орналастырады. Көмектеседі, мамада күшті тұрып, бәрі жағдай істеп береді. Балады садикке орнына алыстырды, жұмысқа кірді. Орталыққа түскен әр әйелге жеке дара көмек беріледі. Біріне психологиялық көмек қажет болса, енді бірінің құжаты болмайды дейді орталық жетекшісі. Ана үйінде тек әлеуметтік көмек қана көрсетіліп қоймай, қазақтың ұлттық дәстүрлері де насихатталып келеді. Біздерде орталыққа келгенде жаңағы балдарды роддомнан алып шығамыз ғой. Сол кезден бастап біздердегі жаңағы қырқынан шығару, бесікке салу, тұсау кесу, бүкіл рәсімдерді осыны істейміз. Ұлттық құндылықтарымызды ұмыттырмай, соның бәрін кәдімгідей салып, бәрін сақтап, осы қыздардың бойына осыны сіңдіргім келеді жас аналар. Себебі көп нәрсені олар жаңағыдай білмейді. Республика бойынша 21 ана үйі бар. Біздің Орал қаласындағы ана үйін 10 жылда 300 әйел паналаған. Тек биылдың өзінде 23 әйелге көмек көрсетіліпті. Біздің осы Батыс Қазақстан облысы бойынша бүкіл біздің жағдайымыз жасап отырған біздің меценаттарымыз ол Даумов Самат деген азамат, олардың қолдауымен біздер осындай жағдайға жетіп отыр қазір. Ана үйінің мақсаты жетім балалардың санын өсірмеу, әйел мен балаға қамқор болу. Бүгінде орталық бұл мақсатты толығымен орындап отыр дейді орталық жетекшісі.